Енді қолын жасап шығайық. Бірінші мына қолының бөлшегін жасауымыз керек. Қарап отырсақ, ол былайынан басталады да төмен қарай кетеді. Енді бұл жерде біз қарапайым примитивтердің орнына spline жүйесін қолданатын боламыз. Ол үшін мына жерден бір линия салу керек. Яғни мына жерден линиямыз басталады. Мына жерде қолы бүгіледі, және мына жерден аяқталады. Линияға кіреміз, қараңыздар, бізде 3 нүкте бар. Мына жерде мыналарды уақытша жаба тұрайық. Шыққан оң жағына бассам hide selection. Мынада hide selection жасай салайық. Енді мына жерде жаңағы линиямыз тұр. Линиямызды былайынан келтірейік. Қарай түсірейік. Мінекей осындай формада жасалып тұр. Ары қарай circle жасаймыз. Circle'дың ішінде adaptive дегенді optimize дегенді алып тастаймыз. Шамамен 1 болса бізде жеткілікті. Ары қарай линияны аламын. Compound object дегенге кіремін. Мына жердегі loft'ты басамын. Get shape'ті басамын. Мінекей. Бізде мынандай shape пайда болды. Енді қараңыздар, бұл бізге толыққан дұрыс емес, өте қалың болып тұр. Сондықтан мына жерде бірінші кезекте circle'ымыздың радиусын азайтсақ болады. Осылайынан келтіріп. Ары қарай мынаны аламын. Қараңыздар, енді дұрыс майыспай тұр, бізге оң жаққа қарай толық майысу керек. Сол үшін pass дегенді басамын. Ішінде линияны басамын. Vertex'ке кіремін, ары қарай жерде refine жасасақ болады. Refine арқылы біз линиямыз қалайға қарау керек, сол бағытын бере аламыз. Яғни мынаумен мынаның координатасы бірінші нүктем екінші нүктенің z бойынша бірдей болу керек. Және де y бағыты бойынша да бірдей болу керек. Нүктеге тура қарап тұр. Байқадық қой, Енді қолы мына жерден қараңыздар, бізде әлі көлемі кішкентайлау сияқты. Мына екен былай қарай апарайын. Басында бізде кішкене ірілеу болу керек. Мынау тұрған. Сол үшін оны біз мына жақтан loftқа кіреміз. Ары қарай scale деген deformations деген панель бар. Соның ішінде scaleға лампочканы жағамыз. Және қараңыздар. Мынау бізде басын кішкене жоғарыға көтереміз. Бас жағы ірілеу болып жатыр. Ары қарай мына бөлшегінде көтерсек болады. Болды. Дұрыс болған сияқты. Енді edit poly модификаторын қолданамыз. Екіні басам, яғни edge'ді белгілейміз. Мына жерде тұрған артық edge'ді алып тастаймыз. Бірінші кезекте мынаны белгілеп аламыз. Ctrl backspace'ті басамыз. Alt 1-ді басамыз да shift'ті басамыз. Яғни мына жерлерін қазір толтырамыз. Мына тұрған барлық артық edge'дерді алып тастақ болады. Мына қазір мына жерлеріне кішігірім өзгерістер енгізу керек. Бұлай көтерсек болады. Кішкене төмен қарай түсіреміз. Көтереміз. Мына бағыт бойынша да былайынан көтерсек болады. Былайынан көтерейік. Мына жақтары ішіне қарай кіру керек. Және былай кіріп тұру керек.
Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Мына жерлері артық болып тұр, сондықтан кішігірім деформациялар жүргізетін боламын. Форма бойынша мына жерлерін жоғарыға көтеру керек. Констрейнстер арқылы, себебі бізде түзу жоғарыға алмасу керек бұлайынан. Тағы да бұлайынан алмастырам. Сыста қарай түсем. Alt 1-ді басамыз да, мына жерге Shift-ті басып тұрып, тағы да полигон береміз. Мына жерде қараңыздар, кішкене артық сынып тұрған полигондар бар. Сол үшін бізде Ribbon деген панель бар, осыны қосамыз. Freeform ішіне кіреміз, Relax деген басамыз. Strength бізде 0,10 болу керек. Size бізде 3 болса жеткілікті деп ойлаймын. 5 болған дұрыс сияқты екен. Арғы мына тұрған ісініп тұрған жерлерін кішкене жөндейміз. Шамамен ұсталған сияқты. Енді не жерде Shift бойынша кішкене былай тартсақ болады. Формаларын келтіріп. Сонымен міне қолымыз дайын болды. Жоғарыға көтерсек болады кішкене. Енді қараңыздар, мына жерде кішкене проблема бар. Полигон бізде 4 бұрышты болу керек әрқашан есте болса. Сондықтан Shift-ті басып тұрып ішке кіргіземіз. Және осы тұрған затқа коллапс жасауымыз керек. Шығанның оң жағын басамыз. И коллапсты қолдансақ болады. Немесе ішке былай кіргізейін, сосын барып коллапсты қолданайын. Мынағанда мына жерде бізде қолының ортасы бар, сондықтан Shift-ті басамын. Немесе Insert арқылы істеген дұрыс сияқты. Кішкене былай басамын да экструд жасаймын. Енді қолының қалған бөлшегін жасау қалды. Бұл үшін біз цилиндр қолданамыз. Міне ортаға былайынан да цилиндр жасаймыз. Alt X-ті басамын. Цилиндрдің қалыңдығы 8 бойынша көрсетілетін болады. Мінекей. Ары қарай Cap Segments біреу қылайық. Мына жерде слайс қолдансақ болады негізі. Қаншалықты бізге керек екен. Мен осындай қылсақ жетеді деп ойлаймын. Аны 10-ға қойық. Convert to Editable Poly.
мына тұрған артық полигондардың бәрін өшіреміз. Мына жерлер іші бос болып қалды. Іші бос болмас үшін мына жерде шекараны аламыз да, барлық шекараны аламыз. Яғни қажетті шекараларда ары қарай бридж жасап көрейік. Бридж жасалмайды, себебі біздің мына жерде шекарамызда кедергі бар. Сол үшін Ctrl басып тұрып Edge'ді аламын, және артық шекараларды алып тастаймын. Енді барып бридж қолданып көрейік. Іші жабылды. Сонымен кереметтей қолымыз дайын болды. Яғни аяғын жасап тұрайын. Қараңыз, қолымыз бізде өте үлкен болып кеткен сияқты. Сондықтан элементті аламын барлық. Ары қарай кішкене кішірейтіп көремін. Вертекстерін аламыз, былай қарай тартамыз. Және Shift-та басып, мына жерден кішкене былайына қолдарын қозғап көрсек болады. Келтіріп. Енді барып Chamfer модификаторын қолданамыз. Мына тұрған артық сызықтарды алып тастаймыз. Шамамен болған сияқты. Енді турбосымыз қолданып көрсек болады. Қолы әдемі дайын болды. Мынаны центрге қойып. Local арқылы бойынан қойсақ болады. Енді мына тұрған моделін өзін алайық. Мына тұрған бөлшектерін кішкене келтірейік. Тағы да. Бұған да Chamfer беруіміз керек. Осы 4-ке дейін көтерейік. Ары қарай Chamferдің бөлшегін азайтайық. Мынаны тағы да көтеру керек сияқты. Енді барып турбосымызды берейік. Бұл бізде толыққанды жұмсап шыға келеді. Турбосымызды 2 рет берсек те болады. Қараңыз, мына жерінде проблема бар екен. Біз Chamferді аттырақ беріп қойған сияқтымыз ба? Мына жерде кішкене дұрыстап жіберуіміз керек. Мына вертексін аламыз. Grow'ды басамыз да, Ctrl мен полигондарды аламыз. Полигонды X бағыты бойынша дұрыстап көрейік. Енді барып Chamferді қолдансақ, әлде кішкене проблема болып тұр екен. Жарайды, Chamfer бізді кішкене проблема туғызды, сондықтан былай қыламыз. Қажетті ғана полигондарды аламыз. Мынаны аламыз, мынаны аламыз, мынаны аламыз. Мына жерде бізде баған жабылмайған полигон бар екен. Мынаны жауып тастайық.
insert жасайық, және коллапс жасаймыз. Болды. Енді қажетті полигондардың бәрін аламыз, қабырғалардың бәрін аламыз. Сосын барып чемфер жасаймыз. Чемфердің үстін басамыз, болды. Сол кезде қажетті ғана қабырғаларға чемфер түсетін болады. Ары қарай турбосымызды қараймыз, міне әдемі. Бізде соңында нәтижелер пайда болды. Барлығын ашамыз. Енді қолдарды аяқтаймыз, яғни екі қолды алайық, группты басайық, қол деп қойсақ болды. Мына жерде пивотын 0-ге қоямын. Сосын барып mirror қолданамын. Сонымен мінекей Легоның күшті моделін толығымен аяқтадық. Келесіде көріскенше, алдағы уақытта біз модельдеуін жалғастырамыз және текстуралар беретін боламыз.